Алькина Маржан, жасы 11-де, туған жері Алматы облысы Іле ауданы, мектебі нөмірі 13-ші орта мектеп. Қызығушылығы ас дайындау, тарихи фильмдер көру. Жетістіктері: Менің жүйрік тұлпарым республикалық байқауы 1-ші орын, Сайра бұлбұл республикалық байқауы 2-ші орын, Жас дарын республикалық байқауы 1-ші орын, Балбұлақ республикалық байқауы бас жүлде. Қайырлы күн, менде Жұлдыз Бұлан YouTube арнасында біздің кезекті сұхбатымыз. Бізде бүгін қонақта жас өнерпаз Маржан Мұратбек. Маржан, қош келдің, қалың қалай? Жақсы. Көңіл-күйің қалай? Күшті. Наурызға дайындық қалай? Өте күшті. Мектепте наурыз болды ма? Иә. Демалысқа шықтыңдар ма? Иә. Маржан, енді өзіңді YouTube арнасынан көретін көрермендерге толығырақ таныстырып өтсең. Менің аты жөнім Алькина Маржан Мұратбек қызы. Мен Мұқағали Мақатаев атындағы номер 13 мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Мен жасым 11-де. Жасың 11-де, иә? Иә. Маржан, енді қосымша сен вокал үйірмесіне барасың, иә? Қанша жасыңнан бастап ән айтуды үйреніп жүрсің? 3 жасымнан бастап. 3 жасыңнан бастап. Иә. 3 жасында қандай ән айттың? Балабақша әні болдым. Сол әнді орындадың, Иә. иә? Сенің бойындағы өнерді кім байқады бірінші? Әкем. Әкең байқады, сосын сені өнер мектебіне апарды ма? Қазір қанша жыл болды? 3-4 жылдай болды. Енді вокалдан саған кім сабақ береді? Ең бірінші ұстазым, ол мектеп жағынан, ол маған әріп танытқан Гүлнар Батырхановна. Ал қосымша мен музыкальный мектепте оқимын. Ол жақта менің бірінші ұстазым, ол фортепианодан беретін маған Елена Николаевна. Екінші ұстазым домбырадан береді, ол Асия Уәлихан қызы. Үшінші ұстазым, ол маған вокалдан береді Ирина Трофимовна. Яғни сен қосымша фортепиано және домбыраға барасың, иә? Қатар алып жүрсің ба, тек қана қазір ән айтумен? Қатар алып жүрмін. Домбырада қандай шығармалар, күйлерді үйрендің? Кербез қыз, тағы да Мама деген ән бар, иә? Соны үйрендің, болды, иә? Соны үйрендім. Ал байқауларға вокал жанры бойынша қатысың ба? Иә. Осы кезге дейін қанша байқауға қатыстың? Мен көптеген байқауларға қатыстым. Ең есіңде қалғаны, бас жүлде, 1-ші орын алған байқаулар? Осы биыл болды, мен бас жүлде алдым. Қандай байқаудың? Тай жарыс, сондай. Тай жарыста? Иә. Бас жүлде алдың ба? Иә. Енді республикалық байқаулардан бөлек халықаралық байқауларға қатысып көрдің бе? Жоқ, әлі қатысып көрген жоқ. Болашақта жоспарыңда бар, иә? Қатысып көремін. Байқауда алғаш орындаған шығармаң есіңде ме? Иә, есімде. Ұстаз әні болды. Ұстаз әнімен, иә? Қазір тай жарысқа қандай әнмен қатыстың? Қазір Ана деген әнмен қатыстым. Ана деген әнмен қатыстың, иә? Дәл қазір бізге бір шумақ қайырма, өзіңе ұнайтын ән орындап бере аласың ба? Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шындаған тәрбиемен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін, өзіңдей жанға шәкірт болғаныңды, талпынған балапанем ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы, ұстазға деген ыстық сағынышым бір әнге қалай ғана сыя алады. Ұстазым менің қамқорым едің, бауылған асыл өнерге жүрегің дархан, өзіңнің арқаң биікке шықсам егерде. Керемет, рахмет. Маржан, енді осы бізде өнерде әншілер көп қойшы. Иә. Сол әншілердің ішінде өзіңе кімді үлгі тұтасың? Мен Димаш Құдайберген сияқты болғым келеді, биік шыңдардан көрініп. Тілегіңе жетуіңе тілектеспіз, яғни әлемді мойындататын әнші болғым келеді ғой. Ол үшін көп еңбектену керек. Ал өмірде кімді үлгі тұтасың? Өмірде әкемді үлгі тұтам, әкем сияқты болғым келеді. Енді жаңағы өзің айтып отырған Димаш Құдайберген сияқты әлемді танытатын әнші болу үшін оған енді көп еңбектену керек, және көп оқу керек, көп білім алу керек.
жалпы кітап оқып тұрасың ба? иә, оқыдым. Мен негізінде тарихи кітаптарды оқығанды ұнатамын. Тарихи фильмдарды. Тарихи кітаптарды, тарихи Фильмдарды. фильмдарды, яғни өзіңнің өткен тарихыңды білесің, иә? Иә. Керемет. Соңғы оқыған кітабың қандай? Менің атым Қожа. Менің атым Қожаны Иә. оқыдың ба? Керемет. Енді Маржан, алға қойған негізгі мақсатың қандай? Алға қойған негізгі мақсатым бірінші сабағымды жақсы бітіріп, консерваторияға түссем деймін. Ол жақта өнер жолын таңдайсың, иә? Иә. Керемет. Өзіңнің арманыңа жетуіңе тілекшіміз. Бүгін бізге уақытыңды бөліп сұхбат беруге келгеніңе көп рахмет. Болашақта әлемді танытатын әнші бол, біз сенімен мақтанайық. Енді өзің сияқты өнерде жүрген кішкентай өнерпаздарға қандай тілек айтасың? Сіздерге мен тілерім, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, ауырмай, сырқамай жүре беріңіздер. Мен де сіздерді биік шыңдардан көрейін. Әумин, айтқаның келсін. Осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.